Мынау комбинезонымыздың алдыңғы бөлігі, мына теріс бет жағынан көрсетейін деп жатырмын сіздерге деген. Міне мына дөңгелекті ортасындағы шеңберін, қарнын мынамен біріктіресіздер. Мына ойысқа келіп біріктіріп, сосын мына алдыңғы бөлігінің екі жағын осылай тігіп, мына жерге дейін ұшына дейін тігесіздер. Мынау астыңғы жағын қоспаймыз, бұл енді балағы. Міне ауын тігеміз. Мына жері ғой, міне былай келгенде, міне маталарыңызды түйістірген кезде ұштары мен ұштары өзі келеді бірігіп. Мына осы жерден бастап былай тігесіздер. Сосын осы жері ойыс болады. Ойыс болғанда мына қарнның ішкі бетін біріктіріп тігіп тастайсыздар. Келесіде артқы бөлігін көрсететін боламын. Мына комбинезонымызды біріктіріп алдық. Мына жерлерін тіктік. Мына уже балағы кететін. Сосын ортасындағы шеңберін, қарнын тіктік. Сосын мына жерін мойнын біріктіріп тігесіздер. Міне теріс жағын көрсетіп жіберейін сіздерге, оң жағында. Міне теріс жағы. Сосын мына жеріндегі ауынан бастап, осы жерге дейін бұрышталатын жеріне дейін тігіп аламыз. Сосын қарнын тігеміз. Сосын мына жерін мойнын тігеміз біріктіріп. Бұл деген алдыңғы бой. Енді артқы бойдың көрсетіп жіберейін. Мына артқы бойда бізде былай тігеміз. Ода енді сіздерде замок қондырасыздар, ұзын замок. Арқа бойын үшеуінде біріктіресіздер, осылай бөліктерін. Мына жағында тұрады. Мына жері тоже ауы. Аяқ жағын тікпейсіздер. Аяқ жағы бұл деген шалбар болып кетеді. Міне мына жерден өздеріңіз қарайсыздар, қандай замок алғандарыңызды. Кішкене ұзын замок алғандарың жақсы. Мына жерден бастап замок кетеді бізге. Осы жерге дейін. Міне осы жерден былай тігесіздер. Мына жерде бұрышы бар ғой, ау жағы. Артқы бөлік сіздер көрсетіп жатқан. Мына артқы екі жағын біріктіріп былай тігесіздер. Міне осы жерге дейін. Сосын әрі қарай замок тігеміз. Келесіде көрсетемін. Енді біздер жеңнің бір жақ тігілуін мына жерде жасап қойды. Міне жеңдер тігіліп тұр, ішінде астар матасымен. Мынау астар матасы. Мынау тігілгені. Енді біздер жеңді былай тігетін боламыз. Сіздер көрсетіп жіберейін. Міне теріс жағынан жеңді былай тігесіздер, ұзынан келтіріп тігесіңдер. Сосын сіздерге мынандай доғал болып шығады. Теріс жақ беті. Сосын астар бетінде осылай тігіп аласыздар. Сосын мынаны біріктіретін кезде осылай теріс бетіне қоясыздар. Астарында теріс бетіне қойып, мына жерде тігісін бірге қосамыз. Осылай. Міне мынау мех матаның тігісі, мынау астар матаның тігісі. Екеуін бірге қосып, осылардың барлығын былай айналдырып, булавкамен қыстырасыздар да. Сосын қолмен не болмаса тігін машинамен 1 сантиметр тігіп шығасыздар. Сосын мынау ішке қарай кіреді. Оң жағы мен оң жағы бірге шығады. Сосын біріктірген кезде уже мынандай болып шығады сіздерде. Міне бетіне ашқанда былай көрінеді. Міне мен сіздерге көрсеткен оң жағы, мынау теріс жағы. Міне айналдырған кезде, жаңа біріктірген кезде осындай болады сіздерде. Міне теріс жағы, мехматтан теріс жағы. Тігісімен тігісін біріктіріп, міне тігіп алдық. Сосын болғаннан кейін осылай қолдарыңызбен айналдырып аласыздар. Мынаны былай айналдырып ішке кіргізесіздер. Кезекте осындай астар матаны пішіп тігетін боласыздар. Осындай 2 қабаттап аласыздар. Сосын мынандай етіп комбинезонды қойып, барлығын булавкамен қыстырып алыңыздар. 2 қабаттан сіздерге оңайырақ болады. Бірден кесіп алу үшін. Сосын бәрін бірдей етіп қиып шығасыздар. Осы тігісі барлығы осы немен, лекаласымен бірдей. Сыртқы бөлігімен бірдей етіп қиып шығасыздар. Сосын осыны деген алдыңғы, артқы және жең бөліктерін барлығына астар матамен біріктіреміз. Мінеке қараңыздар. Бұл комбинезонның артқы бөлігі осылай етіп қойып,
екі астар мата қиып алатын боламыз. Ішкі жағына оны тігеміз. Мына мех матамыз киілгенде тез киілу үшін осындай астар мата міндетті түрде тігетін боласыздар. Барлық бөліктеріне де, мына алдыңғы бөлігіне де, артқы бөлігіне де, ішіне де, жеңіне де астар матаны қолданатын боласыздар. Міндетті түрде іш жағына, осы мехтің ішкі жағына астар мата тігілуі қажет. Жеңді деген біріктіретін кезде қарап алыңыздар. Мынау бізде астар оң жағында, мех оң жағында. Бізде осылай жату керек. Мынау астыңғы дөңгесі, мынау ішкі дөңгесі да, мынау ойысы. Мынау ойыс ішінде болу керек. Бір-біріне қарама қарсы ойыс болу керек. Дөңес екі жағында, сырт жағында жату керек. Жаңағыдай міне, мынаны былай бірінші істеп аламыз. Жеңді ауыстырып алмаңыздар дегенім ғой. Жең ауысып кетеді ғой көбіне. Мынаны тез қаратып аласыздар. Астар тез қаратасыздар да. Тігісімен тігісін біріктіріп тігесіздер. Осыны айналдырып, булавкамен қыстырып алып тіккеннен кейін, осыны ішкі жағынан жеңді салып, оң жағына айналдырып шығасыздар. Сосын болғаннан кейін мына жеріне жаңа нүрпиятпен тігіп айналдырып шығасыздар. Міне жеңімізді біріктіріп алдық, теріс бетпен теріс бетін. Енді соны тігетін боламыз. Міне. Осылай лапканың шетін қойып аласыздар, матаның шетіне қарай. Булавкамен қыстырып алыңыздар, өздеріңізге жылжып кетпеу үшін. Обязательно не қоясыздар, бекітесіздер. Міне тігіп болдық. Енді біздер наяның қолынан кіргізесіздер де. Бұлай істеп алып айналдыра қойсыздар. Айналдырасыздар. Енді мына жағын былай ішке кіргізіп аласыздар. Енді осылай тігіп шығады. Енді біз мына жерін қазір тікпейміз. Бұны деген жаңағы комбинезонымызға қолмен бірге тіксеміз. Қыстырып бірге жауып. Нағыз болмаса мына жері жаңағыдай сіздерге жылжып кетеді дейтін болсаңыздар, мына барлығына тігісімен тігісін біріктіріп, булавкамен қыстырып алыңыздар да, осыдан нүрпиятқа тігіп шығыңыздар. Өздеріңізге ыңғайлы болу үшін шеттерін. Мен тігіп шығайыншы. Комбинезонымыздың артын біріктіріп тігіп алдық. Міне осылай. Мына жері ашық тұрады. Бұл жеріне біздер ең соңында замып қондыратын боламыз. Енді біздер артын мен алдын біріктіріп тігуіміз керек. Бұлай қойып аласыздар. Иығы мен иығын, бірінші иығы мен иығын тігіп аласыздар, екі жағында. Сосын мына ортағында несі қалу керек, мына жеңі ойысын қалтырасыздар да, осылай төменнен түгелдей тұтастай тігіп кетесіз, балағына дейін түсу керек тігісіңіз. Сосын мына ортасынан бастап, мынаны өздеріңіз ыңғайлы етіп, ауыннан бастап былай тігесіздер. Былай тігесіздер, екі жағында солай. Қолтығын қалдырып кетесіздер, қолтығын қазір келесі видеода көрсететін болам. Сосын деген астар, дәл осылай етіп астарын алдыңғы сабақта сіздер пішіп алдыңыздар ғой. Осыны осылай бөлек тігесіздер, бөлек міне. Мынау артқы бөлігі, бұғанда замоктың орнын қалдырып кеттім. Міне, иықтары тігіліп тұр, қолтығының ойысы қалды, міне жаны, балағы, міне ауы бәрі тігілді. Алдыңғы жағын тігіп жіберін, алдыңғы жағын қарнын бәрін біріктіріп тігесіздер. Осылай болу керек. Мех маталарыңызда осылай шығады қазір тігілген кезде. Сосын осыны ішіне тігіп қондыратын боламыз. Комбинезонымыздың алдыңғы артқы бөліктерін біріктіріп, құрастырып тігіп шықтық. Міне, мынау теріс беттері, ішкі беттер қалды, міне, оң жақ беті. Мынау теріс беті. Енді біз дәл осылай комбинезонымыздың астарын тігіп алдық, міне. Бұл да теріс жағында жатыр. Енді біздер комбинезонды мынаған орналастырып,
тігу үшін мына комбинезонды осылай теріс қаратып аласыздар. Міне теріс жағында тұр ғой. Міне мынау артқы бөлігі сіздерге көрініп тұрған бар. Мына жерде сырманы қалдырып кеттіңіздер осылай сырманы. Оны соңында бәрі жұмыс біткеннен кейін тігеміз. Мына жерде де мына комбинезонды да солай ішкі жағын астар жағына да сырмасын қалдырып кетесіздер бірдей етіп тігетін кезде. Енді біздер мына астарын орналастырып тігу үшін міне осылай аяғынан бастап айналдырып шығасыздар. Жеңді қалай айналдырып тіктіңіздер, дәл солай айналдырып тігесіздер екі жағында. Міне сырма жағы мен осылай сырма жағы осылай тұру керек комбинезонның. Айналдырғанда бір-біріне беттеседі, оң жағына айналып шығады. Теріс жағында тұру керек матаның. Матаның теріс жағы. Ішкі жағында тұр, міне оң жақтары. Астардың да, мехтің де міне оң жағы ішінде жатыр. Комбинезонымыздың бір жақ жеңін тігіп алдық. Сіздерге көрсетіп жіберейін, қалай тігу керек екенін. Міне жеңнің бәрін тігіп алдыңыз ғой, астарлап, мына жерін 0,5-пен тігіп аласыздар да. Сосын шатыстырып алмаңыздар. Оң жақпен оң жақтікі, сол жақпен сол жақтікі жату керек. Оны ойысынан білесіздер. Мысалға, ішкі ойысы деген былай ішке қарай кірсе, ол деген алдыңғы не болады, жең болып есептеледі. Артқы үлкен болып ойыс болса, ол артқы жағын жату керек. Осы жеңді былай қондырып аласыздар. Мына жеңді ішке қарай кіргізесіңдер, оң жағынан. Сосын мына жерде былай қондырасыздар. Астыңғы жағында тігісімен астыңғы жеңнің тігісін осылай қондырып, булавкамен қыстырып, осылай тігіп шығасыздар, айналдырып. Сол кезде міне сіздердің жеңдеріңіз осылай жатады. Енді келесі бізде осы комбинезонның мойны бар. Мойнын жаңа сіздерде лекаларыңызда бар ғой, бір мойын. Соның 2 дана жасайсыздар, міне осылай 2 дана жасап аласыздар да, осыны былай біріктіріп тігесіздер. Міне мына жерде ұзын жағы бар, қысқа жағы бар. Қысқа жағын біріктіріп тігіп аласыздар да, осыны астарын жасайсыздар. Ұзын етіп астар бастырып аласыздар осылай. Сосын комбинезонға арналған мынандай қолғап бар, аюдың қолғабы. Содан 2 дана мех матадан қиып аласыздар. 2 жағы алақаны және сыртқы жағы болу керек. Осыны теріс бетімен біріктіріп тігіп шығамыз. Сосын ішіне астар саласыздар. Міне, бұған да 2 дана астар, осында тігіп, сосын біріктіріп тігетін боламыз. Мына мойынның 2 бөлігін біріктіріп алдық. Міне, жіңішке жағын біріктіріп аласыздар, 2 ұзын жағы қалу керек. Енді мына астарын осылай пішіп алдық, осыдан. Енді осыны біріктіретін боламыз. Біріктіретін кезде былай біріктіресіздер. Міне. Теріс жағын қоямыз маған. Мына шетінен бастап, ойысынан осылай тігесіздер. Осы жағын. Мына мойынның несі, ойысы. Осылай тігіп аламыз. Бәрін біріктіріп алдық, осылай шеттерін. Енді осыны айналдырасыздар. Айналдырып, осылай болады. Ішкі жағы. Осылай шығу керек. Мынау енді кеудесіне жалғанатын жері. Мына мешкіміздің қолбағын осылай мех матадан теріс жағынан тігіп аласыздар. Осылай астар матадан тігіп аласыздар да, енді біздер мынаны біріктіруіміз керек. Астар мен мехті. Осылай теріс жағын бірге қосып, осылай айналдырып тігесіздер. Міне, бір жағы тігіліп тұр, міне. Тігіліп болды, сосын кішкентай жері міне қалды уже. Енді біздер мынаны бүйтіп айналдырамыз. Бірінші мына астарын айналдырып аласыздар. Айналдырасыздар осылай. Сосын келесін мехті айналдырасыздар. Кішкене осылай тесік қалдырып кетесіздер. Ішіне резинка қондыруларыңызға да болады, қондырмай қойсаңыздар болады. Негізі қондырған жақсы. Жылжып түсіп кетпеу үшін. Мұқият шығарып алыңыздар қолдарыңызбен.
сосын мына жеріне резинканы салып ішіне, сосын ішкі жағынан былай тігіп кетсеңіздер болады. Міне енді мына астарын саламыз. Осылай шығады. Мына ішкі жағына резинка қондырасыздар да, сыртынан 2 сантиметрдей или 3 сантиметр түсіп, резинкаларыңыздың қалыңдықтарына байланысты былай сызықтап тігіп кете қоясыздар, айналдырып машинамен. Мына осылай айналдырып тігесіздер, қойып аласыздар да, өздеріңе ыңғайлы етіп айналдырып тігесіздер. Резинканы алып, мына осындай қалың резинка аласыздар. Соны осылай ішіне салып аласыздар, өздеріңіз қиып алыңыздар былай. Осылай айналдырып, ішіне салып, мына бір-біріне бастарын түйістіресіздер. Сосын мынаны тігіп тастайсыздар. Осылай істеп алыңыздар. Енді комбинезонымызға мойнымызды орналастырамыз. Астарлап, бәрін тігіп алдық. Ең бірінші мойынды қондырмас бұрын, бізде ішкі астар бар ғой, соларды тігісімен тігісін біріктіріп қосып аласыздар. Міне иық тігісімен иық тігісін, ортаңғы алдыңғы бойдың тігістерін бір-бірімен қосып, осылай ұштармен ұштарын бірге қосып, осылай тігіп шығасыздар. Мынау артқы бой мен сіздерге көрсетіп жатқан, мынау замок тұратын жерге дейін осылай қоясыздар. Енді мойынды қосатын кезде, мына жерде бізде алдыңғы сызық бар ғой, міне сол мойынның тіккен екі ортасы қосылған тігісті осыған қосып бірге тігеміз. Осылай ұстап отырып. Бұлай қолмен де тіксеңіз болады, машинкамен тіксеңіз болады. Осылай келу керек. Сосын мына жерде бізде деген замок болады дедік қой. Мына жерге ілгек салып кетсеңіздер де болады резинкамен ашуға. Сосын мына жерден былай замок салып кетіңіздер. Қазір көрсетеміз оны. Енді біз мына киімімізге замокты орналастырамыз. Осылай. Бізде мынандай замок, артқы жағы ашылады. Өздігінен шығып кететін. Сіздер енді метражын алсаңыздар да болады. Осындай замок аласыздар. Енді бізде замокты мына жерден бастап қондырдық. Мойынның. Осылай мойыннан бастап булавкамен замоктарыңызды түйреп алыңыздар. Содан кейін машинкамен немесе қолмен көктеп тігіп шықсаңыздар болады. Бірінші біздер бір жағын тігіп аламыз. Оң жағына замогымызды қондырып аламыз. Сосын екінші жағына да мына екінші жақтың замогын тігіп тастайтын боламыз. Жақсылап келтіріп, бір-біріне сәйкестендіріп, бір-бірімен бірдей болатын болсын тіккенде. Мінекей қараңыздар, Аюдың комбинезонын қолғабын дәл осылай тігіп шығасыздар. Лекала бойынша мех матадан бастырып аласызда, барлығын бір-біріне қолмен көктеу әдісімен немесе машинкаңыз болса, барлығын біріктіріп тігіп тастайсыздар.